істететін врачты конкретно зерттеп алыңыздаршы деп айтқым келеді. Неге? Бір бизнес үшін қазір барлығы істей береді. Көптеген әйелдер страдает. Дегенмен кейбіреулер тікпей қалдырып кететін кездер болады. Либо тіккен нәрсе қайтадан жыртылып ажырап кетеді. Вот. Беріс бізде нормада үстіп тұру керек болса, міне ауыз осылай ғана көрініп тұру керек болса, бізде мына жер жыртылып кетеді, үстіп тұрады. Міне. Жыныстық қатынас кезде әрине удовольствие болу үшін, оргазм сезуіңіз үшін, житочка восстановления болу үшін, қынапты тарылту үшін деген сияқты ол жағынан да плюстары бар. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге түсінетін тақырып қазіргі ходовой болған, яғни екінің бірі істеп жатқан процедураның бірі бұл нитевая пластика. Ең бірінші бұл туралы бастамай тұрып, істететін врачты конкретно зерттеп алыңыздаршы деп айтқым келеді. Неге? Мен де дәрігермін, мен де гинекологпын, бірақ мен бұл процедураны істемеймін. Неге? Потому что мен оперирующий гинеколог емеспін, яғни мен операция жасайтын гинеколог емеспін. Неге? Ол гинеколог бөлек маман. Менің мамандығым, мен емдеу, менікі бөлек маман, түсіндіңіз ба? Бұл онкогинеколог, мысалы, онколог гинеколог, онколог гинеколог ол бөлек маманда, осылайынан бұлар бөлінеді. Яғни гинекологияның іші де бөлініп кетеді, түсіндіңіз ба? Ал бізге өте өкініштісі, бір бизнес үшін қазір барлығы істей береді, жаппай істей береді. И соның әсерінен көптеген әйелдер страдает. Сондықтан дәл осы видеоны дәрігерлерді көріп отыратын болса, сіздерден өтініш, бұл сізге может ескерту ретінде Аллах сізге көрсетіп қойған шығар. Сондықтан бизнес үшін бұл нәрсені әрекетке кіріспеңіз. Себебі оның осложнениесі өте қиын. Бұл көтеншекті тоже қос тігіп қоюларыңыз мүмкін, мачет тоже дұрыс емес тігулеріңіз мүмкін. И сіз тіккен нитевойдан әйел стресс алады, и то ол нитевой ары кетсе 2 айға шыдайды, 2 айдан кейін үзіліп кетуі мүмкін. Вот, осындай процедура бар екенін заранее ескерткім келеді сіздерге. Енді бұл кімдерге қалай не үшін қолданылады? Міне. Сол туралы ақпарат алатын боласыздар. Егер сіз де бұл туралы естіген болатын болсаңыз, онда сізден лайк күтемін. Егер бірінші естіп тұрған болсаңыз, онда тіпті сіз үшін бұл жаңалық болып тұр. Тем более сізде лайк басуыңыз міндетті, Сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, комментарийға жазыңыздар, немесе менің өзімнің страницама, инстаграмға жазуларыңызға болады. Уведомление міндетті түрде қойыңыз. Себебі менің әрбір видеомды бірінші болып сіз көру керексіз, иншалла. Сондықтан, нитевая пластика дегеніміз бұл не нәрсе? Былай түсіндірейік, міне. Бізде жатырда не бар? Мұна біздің жатырымыз, мұна біздің жатыр мойнымыз, и бізде қынап. Қынап бұл бізде эластика, мен всегда айтамын. Бұл яғни созылады, қайтадан қалпына келеді. Жыныстық қатынас кезде созылады, кеңейеді, қайтадан қалпына келеді. Босанған кезде кеңейеді, үлкейеді, қайтадан қалпына келеді. Яғни бұл сондай Аллах тағалақтың үлкен бір құдірет нығметі бізге солай жаратқан. Яғни біздің жаратылыс бұл, Бұл нәрсе кейде витамин жетіспегеннен, ол жерде қайналының аздығынан, кейде біз ол жерді дайындамағаннан, яғни жаттығу жасамағандықтан ол кеңейген күйінде қалып қояды, өкінішке орай. Сонымен қатар бізде көп кездесетін қазіргі таңда бұл разрыв, яғни жыртылу. Неге? Себебі бұрынғыларда мысалы 2 кило, 2,5-3 кило босану болатын болса, қазіргілерде ең көп кездесетіні бұл минимум 3,5 кило, максималды 5 килоға дейін босанады. Соның әсерінен бұл жерде жыртылулар көбейіп кетеді. Жыртылу барысында біріншіден дәрігерлерді түсінуге болады, олар өте асығыс тігеді, себебі қан көп кетпеуі мақсатында. Екіншіден қанның әсерінен ол жер тігісі дұрыс тікпей қалуы да мүмкін, яғни көрінбей қалуы мүмкін, яғни бұл негізінде қалыпты деп есептелінеді. Дегенмен кейбіреулер тікпей қалдырып кететін кездер болады. Либо тіккен нәрсе қайтадан жыртылып ажырап кетеді, Вот. Яғни мынау тұрған кіреберіс бізде нормада үстіп тұру керек болса, міне ауыз осылай ғана көрініп тұру керек болса, бізде мына жер жыртылып кетеді, үстіп тұрады. Яғни мынау төменгі тұрған бұлшық ет бізде қынаптың төменгі қабатының барлығы сыртқа қарай шығып көрініп тұрады. Мынаның бәрі сыртқа қарай кетіп қалады уже. Сонан бүйтіп тұрмайды уже. Бұл көрініп тұрмайды сіздерге? Мен қолымды мынау бүйтіп тұрмайды. Мына жерде тұрған, мына былай ажырап кетті ғой. Мынаның астындағы бүкіл бұлшық ет сыртқа көрініп тұрады. Яғни қынаптың төменгі стенкасы сыртқа қарай шығып кетеді. Түсіндіңіз бе? Міне бұл кезде өкінішке орай бізге нитевая пластика қолдану керек. Бұл не? Өзі аты айтып тұр. Нитевой деген сөз, яғни резина оны тіккеннен кейін бұлшық еттің ішіне кіріп сіңіріліп кететін нәрсе. Ішіне кіріп жабысып қалатын нәрсе. Соның үшін айтылғанда, бұны не үшін жасайды? Ең бірінші орында сіздің денсаулығыңыз үшін, яғни сізде жатыр төмен түсіп кетпеу үшін, сізде кіші дәретті ұстай алмау деген нәрсе болмау үшін, әрдайым бұлшылдап сізде жаққа маза бермеу үшін, воспаление шақырмау үшін. Неге? Асты кең бүкіл ауаны шығып сеземіз, микроб кіруі оңай болады. Сол себептен сол нәрсені алдын алу үшін жасалынады, ең бірінші. Екіншіден, бұл сізге жыныстық қатынас кезде әрине удовольствие болу үшін, оргазм сезуіңіз үшін, житочка восстановления болу үшін, қынапты тарылту үшін деген сияқты ол жағынан да плюстары бар.
міне яғни әйелді құндылығыңызды самооценкаңызды дұрыс ұстау үшін сізге бұндай құндылықтары берілген. Енді бұл процедура қалай жүргізіледі? Процедураның алдында как профилактика ретінде міндетті түрде свечи салынады. Сізге дәрігердің өзі назначить етіледі. Міндетті түрде мазок на степени чистоты тапсыру керек боласыз. Яғни сол жерде лейкоцит пен эпителий мөлшері көп болмау керек. Және де босанғаннан кейін бұны 6 ай немесе 1 жылдан кейін жасалынады. Оған дейін бұны жасауға болмайды. Себебі бізде организм қалыпқа келіп, ол жер өздігінің нормасына келіп үлгеру үшін минималды 6 ай уақыт кетеді. Сондықтан нитевая пластиканы сонымен қатар бізге жасайды үлкен дәретін проблемасы барлар, яғни жиі үлкен дәретін ұстай алмайтындарға да жасалынады, түсінікті ме? Сондықтан бұл процедура өте ауыр емес, максималды 15-20 минуттық операционный процесс, яғни мини операция болып есептелінеді, как спираль салған сияқты, да, вот сондай конизация кезінде де сондай 15-20 минут уақыт алса, тура содан бұған да 15-20 минут уақыт алады. Процедура барысында сіз ешқандай ауырсыну сезбейсіз. Неге? Себебі сізге обезболивающий салынады. Ал процедура біткеннен кейін сізде ауырсыну болуы мүмкін максималды 10-20 күнге дейін. Сондықтан сіз ауырсыну сезбеу үшін обезболивающий салып отыруыңызға болады. Минимум сізде 5 күн точно ауырсыну болады, да? Себебі ол нитя ішке кіріп сіңгенге дейін сізге ауырсыну береді. Шыдамдылық мерзімі бұл сіздің ағзаңызға байланысты, яғни сіздегі D3, кальций, цинктің мөлшеріне байланысты, сіздің анемияңызға байланысты, бұлшық еттердің накачанныйы, яғни ол жаттығу жасаған бұлшық ет па, соған да байланысты. Минималды бұл 2 жыл, максималды 3 жыл тұрады сізде. Бұл процедураның өзін сіз істегеннен кейін жаттығу міндетті түрде жасайсыз, яғни жаттығу үзуге болмайды. Нитевой істеп қойын, бұл жүре берейін деген нәрсе жоқ. Міндетті түрде жаттығуыңызды жасап жүресіз. Сонымен қатар есіңізде болсын, нитевойдың өзі стоит оригиналы кемінде 60-80 мың теңге аралығында тұрады. Минималды 60 мың, максималды 80 мың теңге тұрады қазіргі таңда. Осы 2022-де. Кейін ол может быть қымбаттап кетуі мүмкін, да. Поэтому оған арзан бағада істейтіндер, значит, бұған товарлары арзан басқа нәрсе қолданады деген сөз. Яғни әшін 10 мың теңге жұтты ма бір деген қолданады, значит, олар просто элементарный шовтарды қолдану мүмкін. Поэтому сіз істеген кезде сіздерге айтатын бірінші оперующий гинекологқа барыңыз, екінші настоящий гинеколог соны істей алатын адамға барыңыз. Сонда сізге ешқандай осложнение да асқыну да ештеңе бермейді. Түсінікті ме? Сіздермен бірге болған доктор Сейт Жаппаровна, барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Қандай да сұрақтарыңыз болатын болса, онда комментарийді күтетін боламын.